Құрметті Қазақстан Республикасының бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетов мырза, сізге осы видео үндеуімді жолдап отырмын. Мен бүгін кірдім өмірімде бірінші рет құқықтық статистикалық басқармаға. Дүйсекенов бізде басшысы. Осыдан бірнеше күн бұрын хабарласқан болатын, маған бір анықтама керек болатын. Сол мүмкін дайын ба деп білуге. Бірақ та сол хабарласқанында мен бірнеше рет хабарластым. Маған қазақша ешқандай жауап берілмеді. Мен сосын интернеттан іздеп, андан-мұндан іздеп бір телефондарды тауып алдым. Бір телефон тауып алдым. Сосын адам дұрыстан да маған жауап берді, адам дұрыс, осы мемлекеттің тілінде. Сосын мен кірдім бүгін. Айттым, мінеки, маған осындай анықтама керек еді. Мен соны білуге келдім. Сосын маған бастықтарыңыз керек еді. Ұзын сөздің қысқасы, маған ол орысша сөйледі. Сосын мен айттым, орынбасар тым болмаса керек еді. Айтыр, мен сол қазақша сөйлеп отырмын, ол маған орысша. Мен айттым, сіз маған қазақша жауап беріңіз. Мен қазақпын, сіз маған қазақша жауап беріңізші. Жоқ, ол оның орнына алдыдағы әйнегін жауып алды. Әйнегін тарс жауып алды. Болды. Мен қылғыны өлейін, не істейін, ғимарат жабық, холл, күзетші, ана есік жабық. Сосын мен ойладым, енді мүмкін осылай кездейсоқ біреу ашатын шығар, өйткені білем, бәрі пластик нелермен көріп тұрмын, ана есіктің жанында пластик не сондай ашатын кілт енді. Соны мен есікке келе бере бір қыз андан шығып бара жатыр, сосын мен қысырылып кіріп кеттім. Ол қыз да мені кіргізгісі келген жоқ. Ол мен сияқты енді прокурор киімінде емес, кәдімгі киінген адам. Сосын мен айттым, не үшін мен кірмеймін? Мен айттым, маған күзетші жауап бермеді. Қазақша ол түсінбейді. Тарс жауап алды. Енді мен қалай? Маған бастықпен кездесу керек. Маған осы өрескелдікті айту керек. Сосын менің тағы да бір жұмысым бар. Маған кіру керек. Айтыр, ұзын сөздің қысқасы, сөйтіп сөйлесіп тұрдықтағы, мен соның жанынан өтіп кеттім. Кірдім. Сосын анау выйди, тағы да бірдеңе деп маған. Мен айттым, жоқ, қазақша сөйлеңіз маған. Маған қазақша сөйлеңіз, мен қопымды неге аяққа таптап тұрсыз? Айтыр, ұзын сөздің қысқасы, мен біреуден сұрадым, қайда басшы отырады. Маған басшының кабинетін айтты, басшының кабинетіне бардым. Хатшы айтты, басшы жиналыста, орынбасар қайда, орынбасар жиналыста. Сосын мен түсіндірдім оған жағдайымды, айттым, мінеки, мен осындай анықтамаға келгем, бірақ та мінеки мынандай жағдай болып жатыр. Бірнеше күн бұрын телефоның звоногына осылай маған дөрекі жауап берген, по-русски говорите деп. Бірнеше рет мен звондағам, мені тостырып қойған, солай дедім. Менің құқығым енді қызығы прокуратура, заң қадағалаушы орган прокуратура жағынан тапталып отыр. Маған дедім, егер адам дұрыста айтылса, ол осы мемлекеттің тілінде, мінеки бастық жоқ, әлде бар, осы уақытта болады, не орынбасар, ештеңе маған айтылған жоқ қой. Мен осылай өтіп кеттім, әйтпесе мен білмеймін енді қаншама отыршы, мүмкін адамдар сөткелеп отырады. Әйтеуір бір сөзбен айтқанда, прокуратура бізде тек қана орыс тілдерге өте өрескел жағдай. Кім прокуратура заң қадағалаушы орган. А бізде прокуратура осылай істеп отыр. Ұзын сөздің қысқасы, мен хатшыға да бірнеше рет айттым. Сіз айтыңызшы, сіз звондаңызшы, қашан келеді, мен білмеймін, мен оларға звондай алмаймын, мен айта алмаймын. Сосын отырдым, мен айттым, жақсы, мен онда кетпеймін, мен онда тосып отырам, қашан келеді, бастық келе ме, орынбасар келе ме, мен оларға айтатын енді жаңағы сөзім бар, мен отырам. Солай отырдым бір шама уақыт. Сосын Серік Ахметов деген, Қуандық деген бала келді. Сосын Серік Ахметов деген менің анықтаманы алып келді маған, таба алған жоқ. Жарайды енді, ол басқа проблема. Анықтама енді, жоқ деген анықтама болса да анықтама алып келді. Сосын маған айтты, жүріңіз, мұнда отырмаңыз, отыруға болмайды кабинетке. Мен неге отыруға болмайды? Өйткені мен білем, бастықтар осылай қазақ тілінде сөйлемейтін мәңгүрт бастықтар болады. Мен білмеймін Дүйсекенов қандай екен. Олар қашып кетеді, тырысады менімен кездеспеуге.
мен әйтеуір бәрібір де енді солай болмау керек қой, прокуратура ғой, ол маған оның алдынан өтейін деп нақтылы қалай болып жатыр екен, енді ол маған жауап берсін. Не мен енді қалай айтса, біз қазақ тілін жолатпаймыз, біз сол үшін бұғат ретінде нет қойдық, ана күзетшіні қойып қойдық осылай орыс тілді десе, мен онда сізге енді арыз жазып шығам деп солай ойладым. А егер адам дұрысты адам болса, онда ол ана енді Тоқаевтың өзі де айтты ғой, Тоқаев енді айтса да айтпаса да қалай прокуратураға қазақ тілді адамдарға бұғат? Ол қазақ тілді адамдарды прокуратура қабылдамайды деген сөз. Статистикалық құқықтық прокуратура қабылдамайды деген сөз. Ол болу мүмкін емес қой. Қазақстан Республикасы ғой, мынау Ресей Федерациясы емес. Айтурсын сөздің қысқасы, бір уақытта маған полицияны шақырды. Маған ана Серік Ахметов деген інішек сөйлеу барысында былай айтты: сіз менің кабинетіме келмесеңіз, мен сіздің алдыңыздан өттім. Енді дейді, сіз маған ренжімеңіз. Әйтеуір маған солай енді қорқыту сондай сигналын берді. Сосын немене десем, полицияны ол шақыртыпты. Әйтеуір сіз маған жауап беріңізші, Ғизат мырза, бізде құқықтық статистикалық прокурорға кездесу ол криминалдық жағдай ма? Сол үшін полиция шақырту керек па? Ол маған полицейский айтты, участокқа барайық деді. Мен айттым, мен бармайым дедім. Жақсы, ол адам дұрысты, полицейский. Ол ана Ғизат, кешіңіз, Кәбір, Ғалымжан Кәбір сияқты болған жоқ. Жәнібек Альпиев сияқты болған жоқ. Мен дірдектетіп машинаға салып алып кетедім. Адам дұрысты, полицейский болды, Құдайға шүкір. Ол мені алып кетпеді. Ұзын сөздің қысқасы, астына түскенде мына күзетшіге бастықтары айтып жатыр. Енді оның сөзінен мен естідім, полицейскийге айтып жатыр: мне сказали на нее писать заявление. Енді кім? Бастықтары ғой. Дүйсекенов па, орынбасары ма, Абдихановтың өзі ма? Мынау сонда немене болғаны? Мен сізден өте өтініп сұраймын. Ғизат мырза, түсіндіріңізші, бізде облыстың, қаланың прокуратура басшыларына кездесу ол криминалдық жағдай ма? Полиция шақырту керек, үстіме арыз жазу керек, солай ма? Маған айтып отырғаны, мынау стратегиялық объект. Стратегиялық объект, ол мен ұқпаймын, ол стратегияларны мен немене істеймін деп ойлады? Мен анда бомба тастаймын деп ойлады ма? Әлде бір мағлұматтарын алып кетем деп ойлады ма? Мен айттым ашықтан ашық, маған кім керек? Маған басшылар керек. Не үшін керек? Маған қазақ тілі үшін керек. Қазақ тілінен бұғатты алып тастасын. Орыс тілді бұғатты алып тастасын. Прокуратураға статистикалық әр адам телефон шалып, кіммен сөйлесу керек, сонымен сөйлес алсын. Келген адам қайда бару керек, қандай басшы бар, қандай қабылдай күні, бәрлігін сұрап білгендей, со рецепшн ба, күзет банда отырған. Енді күзет деп жазып тұр формасында. Енді ол айтып отырмын, қайталағаныма кешіңіздер, сол арқылы бәрлік звоноктар, сол арқылы холда жалғыз сол күзетшінің несі, әйнегі. Сол арқылы бәрлік жерге адамдар өтеді. Сонда тек қана орыс тілді адамдар өтеді. Қазақ тілді адамдарға бұғат салынған. Соған жауап беріңізші. Енді қазір менің үстіме арыз жазылып жатыр. Нәтижесінде олар мені түрмеге отырғыза ма, штраф сала ма тағы, неме істейді, мен білмеймін. Соған жауап беріңізші. Қалай бізде сондай масқара болып жатыр біздің мемлекетте? Соған жауап беріңізші, Ғизат мырза. Мен сізде өте өтініп сұраймын. Мен шоктамын шын айтқанда. Қандай мемлекетте осылай болады? Осы еститін мемлекет осы ма бізде? Басшылармен кездесуге отырған адамға полиция шақырып, осындай жағдай қалай соны түсінуге болады? Мен жауап күтемін сізден.